Бәріне сәлем керек арнасының көрермендері. Картоп фрийі пайда немесе зиян. Қазіргі кезде француз фрийі өте танымал. Бұл тағам айтарлықтай қолжетімді және дәмді. Бірақ бұл өнім адам денсаулығына пайдалы ма? Картопты жиі жеуге тұрарлық па? Осы өнімнің пайдасы немесе зияны туралы ойланып көрдіңіз бе? Фри картоптарының зиянына келетін болсақ, шындығында қуырылған картоп біздің денемізге онша пайдалы емес. Бұл картоптың бір порциясында 30-дан 40%-ға дейінгі транс майлары болады. Бұл транс майлардың көп мөлшері холестерин тамыр қабырғаларына түсуіне және атеросклероздың дамуына әкеледі. Трансмайлардың артық мөлшері иммундық жүйенің белсенділігін төмендетуге көмектеседі. Тіпті қатерлі ісік ауруын қоздыруы мүмкін. Фри картобындағы тұздың көп мөлшері жүрек қан тамырлары ауруларына және бүйрек тастарының пайда болуына әкеледі. Француз картобының бір порциясында шамамен 380 килокалория болады. Оның 40% май. Дене резервтегі артық калорияларды жояды. Бұл артық май тіндеріне айналады. Фри картоптары жылдам көмірсуларға, сондай-ақ майларға толы, ал қанықтыру сезіміне жауап беретін талшық аз. Бұл тағаммен байытылған қанықтыру сезімі 2 сағатқа ғана созылады. Олар сонымен қатар қан диабеті қаупін арттырады және иммунитетті төмендетеді. Сонымен қатар олар ерлер гормондарының санын азайтады және сперматозоидтардың сапасына теріс әсер етеді. Химиялық заттарды, дәрі-дәрмектерді, канцерогендерді бейтараптандыруда үлкен рөл атқаратын ферменттердің белсенділігін бұзады. Француз картоптарының зияны басқа нәрселерде де болуы мүмкін. Бұл тағамды дайындайтындардың бәрі өсімдік майын бір рет қана қолданбайды. Өйткені бұл өте тиімді емес. Мамандар тағамды қуырған кезде майды қайта-қайта пайдалану бауыр ауруына алып келетінін және онкологиялық аурулардың пайда болу қаупін арттыратындығын ғылыми тұрғыдан дәлелдеді. Қайта-қайта қолданылатын өсімдік майына қуырылған картоптың құрамында май қышқылдарының ыдырауынан пайда болатын альдегидтер бар. Бұл заттар Паркинсон және Альцгеймер ауруларының себебі болып табылады. Ешбір жағдайда өсімдік майын тағамды қуыру үшін қайта қолдануға болмайды. Ғалымдар сүт өнімдері қауіпті аурудың алдын алатынын анықтады. Сүт өнімдері дұрыс ұйқының кепілі және кальцийдің тамаша көзі. Ғалымдар ірімшік, сүзбе және басқа да сүт өнімдерін жақсы көретіндер өздерін бір қауіпті аурудан қорғайды дейді. Сүт, ірімшік, сүзбе, айран, шала бұл өнімдер бізге бала кезімізден таныс. Қазір көптеген адамдар сүт өнімдерінен салмақ қосу, безеу пайда болады және лактозаға төзбеушілік салдарынан бас тартып жатады. Шындығында сүт біздің ағзамызға зиян емес, тіпті ересек жаста да дейді дәрігерлер. Бірақ жағымсыз жанама әсерлер болмау үшін кейбір ережені сақтау қажет екен. Ғалымдар сүт өнімдері екінші типті қан диабеті ауруынан қорғайтынын айтады. Мұндай қорытынды Неапольдегі 2-ші Федерико атындағы университет ғалымдары жасады. Зерттеушілер күніне 200 мл сүт ішу қан диабетінің даму қаупін 10%-ға төмендетуге көмектесетінін анықтады. Ірімшік, айран, сүзбе және басқа да сүт өнімдері бұл ауруды 5%-ға төмендетуі мүмкін. Зерттеушілер йогуртты бөлек зерттеген. Күніне бір йогурт ауруды 6%-ға, ал майы аз сүт өнімдері ауруды 3%-ға төмендетеді. Сүт өнімдері глюкоза алмасуына, ағзадағы қан өңдеуге қолайлы әсер ететін қоректік заттарға, дәрумендерге және басқа да биологиялық белсенді қосылыстарға бай. Мысалы, сүттегі сарысу ақуыздары тамақтан кейінгі қандағы қан деңгейін өзгертетіні белгілі дейді экспресс зерттеуінің авторы доктор Гиосу. Сонымен қатар сүт өнімдері глюкоза алмасуына жақсы әсер ететін пробиотиктерге бай екенін ұмытпаңыз. Сондықтан кем дегенде аптасына 2 рет сүт өнімдерін жеуге дағдыланған адамдардың екінші типті қан диабетімен ауыратыны да аз болады. Кофенің күтпеген қаупі анықталды. Адам қартайған сайын көру қабілетінің нашарлауы табиғи жағдай. 40 жастан асқан адамдарды ештеңе мазаламаса да, оптометрден үнемі профилактикалық тексеруден өту өте маңызды. Бұл көру қабілетін сақтауға көмектеседі деп ескертеді офтальмологтар. Дегенмен, кейбір жағдайларда тамақтану әдетімізге байланысты көру қабілетін нашарлайды. Сондықтан кофе әуесқойлары абай болуы керек. Бұл сусын сіздің рационыңызда тым көп болса, болашақта глаукома дертіне шалдығуыңыз мүмкін. Танымал сусынның құрамында кофеин бар. Соның арқасында қан қысымы көтеріледі. Бұл глаукоманың пайда болуын тудырады. Ауру көз жүйкесін зақымдайды, бірақ олар ұзақ уақыт бойы байқалмайды. Гарвард медициналық мектебінің ғалымдары зерттеу жүргізген.
Оған 78.977 әйел және 41.200-ге ер адам қатысқан. Барлық қатысушылардың жасы 40-тан жоғары болған. Деректерді сараптай келе, сарапшылар кофе шынымен де қауіпті аурудың бастауы болуы мүмкін деген қорытындыға келді. Сондықтан кофені күніне 3 кеседен артық ішпеу керек. Дегенмен барлық кофе әуесқойлары соғырлыққа ұшырайды деп ойламаңыз. Ғалымдар сонымен қатар глаукомамен ауыратын кейбір адамдарда аурудың басқа себебі болатынын айтады. Айта кетейік, бұған дейін диетолог кофенің ағзаға максималды пайда келетін уақытын атаған болатын. Диетологтың айтуынша таңертең бір шыны кофе ішуге болады, бірақ бұл сусынды тек тамақпен немесе тамақтан кейін ішкен дұрыс. Әйтпесе ол асқазанға зиян. Диетологтың пікірінше, кофе түскі асты алмастыра алмайды, өйткені бұл сусын адамға қажетті қоректік заттарды қамтымайды. Ал сіз кофені жиі ішесіз бе? Төменде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.